Эй, ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Раха Блокс. Достар, біз бүгін Roblox ойнайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда, достар, сіздер лайк басып жазылыңыздар. Давайте, достар, 500 подписчикке 100 оқырман қалды. Рахмет сіздерге, достар, біз 400 подписчикке жеттік. Давайте видеомызды бастаймыз, кеттік. Достар, мынау режим коридор деген режим, бұны тиктоктан көрген шығарсыздар. Бір шын өмірде де осындай видео түсірген, но кино. Коридор аномали деген аномали ойнайтын боламыз. Бүгін біз, достар, бұл жерде оказывается аномали болады. Хоррор дегенде хоррор емес, прям қатты қорқыныш емес, ана бір заттар өзгеріс мүмкін. Неше түрлі қимылыз, неше түрлі движение, неше түрлі әр нәрсе заттар болады. Міне осы жерде жазылып тұр, оқып алыңыздар. Сол нәрсені өтуіміз керек. Если өте алмасақ, бізге қиын болады. Так, мына бір адам кетіп баратыр. Басын аттап кеткенсің ғой. Так, мына жерін бәрін жаттап алу керек. Пока что бұл жерін бәрі сразу жаттап алдым. Мына жерде қызыл тұрады, свет өшіп тұр, мына ортаңғысы түсінікті. Уже бізде аномали қазір басталады. Осы жерден басталады уже. Кейде аномали болмайды, достар. Так, асықпаймыз. Еш нәрсені жібермеу керек, достар. Негізінен жаман қызық ойын. Так, ештеңке өзгеріс жоқ, достар. Жоқ. Даже мына адамның түріне, кейіпкеріне де қарауымыз керек біз, достар. Мына жерде картинкалар обычно тұр. Мусорка ортасында, камералар ортасында. Вроде аномали жоқ, достар. Кеттік, аномали жоқ бізде. Мына жерге, достар, қызылды басамыз. Аномали көрген жағдайда біз сол қызылға белгілейтін боламыз. Если аномали дұрыстап бассақ, есік ашпайды бізге. Басынан бастайсың. Так, пока что Tishination 12 деген. Так, достар, су ағып жатыр мына жерде. Қашайық. Су толайын деп жатыр ма, не істейін деп жатыр? Жоқ. Просто канализацияда ма не? Просто су толтырып жіберіп. Мынан түріне де қарайық. Қорқыныштысың-ай. Не ол дейді, түрме қарап тұрым көрмегенсің ба деп тұр анау деген. Опа, біреу табылды. Значит, камера құлап тұр. Көріңіздер ма, достар? Режим коридор деп жазсаңыздар, поисқа шығады, ойнаңыздар. Достар, мен сіздерге советую бұл ойын деген. Негізі Roblox'тан бөлек Steam'де басқа ойын сатып алсаңыздар осыны. Так, біреу бар бізде. Соны ойнасаңыздар, жас болады. Так, есік ашты, наконец-то біз нешінші этапқа келдік уже? Үшіншісі ма? Так, уже серьезный. Үшінші этап болса, серьезный аномалии дұрыстап қарауымыз керек. Так. Достар, мына жер что-то нету. Ана мусорка негіз қара цвет болған еді. Қара цвет. Мынау цвет ауысып кетті. Или бұл аномалия жатпай ма? Просто ана жерде қимылдаған іс әрекет болсаған аномалия жатады деді ташы. Так, түсінбей тұрмын, достар, что-то қиын. Аномалия ме екен? Давайте онда анау цвет ауысып кетті, потому что бізге қазір урок береді, өте аламбекке. Жоқ, өте алмай қалдым, достар. Не үшін? Өлән шығып кеткен ісінау. Ана жерде причинасын жазып қойып еді. Не үшін аномалияны өте алмағаныңда. Так, достар, екінші этапқа келдім. Қайтадан басынан жүгіріп. Біріншісінде болмайды да, короче, аномалия. Так. Қан, қан ана жерде, достар. На персонажға. Что-то нету. Қараңыздар, персонаждың түрі настроениесі түсіп кетті. Неге десеңіздер, өйткені ол ішкі киім кимеген. Басынан шығып кеткеніз. Болды, кетейік шықырсын. Кетші бар, неріма тимей. Настроением жоқ, жұмысқа шашап кеп тұрмын. Осылай айтып бастады ма, короче, деп. Так, достар, бізде пройдите коридор и проверьте на наличные аномалии. Определите количество, деп тұр. Так, достар, мынау өте қиын ойын екен. Өте қиын, достар. Давайте, онда біз екеу деп береміз. Мына жерде қан бар. И ана персонаждың түрі ауысып кетіпті. Настроение жоқ. Көрген нәрсе аномалия деп айтуымыз керек. Қорқып тұрмын кіруге. Ашыл. Есть, достар, өттім. 4-ші этап. Жоқ. Өттім. Так, енді. На не были? Взять ключ от замка дейді.
Ух ты, мына алып қойсам мен өлтіріп қоймай ма я? Достар, даже мынау бар ғой кетіп бара жатқан адам ужасқа айналып кетуі мүмкін. Құрсын. Керек емес. Ай, братан, рахмет ключіңе. Мен кеттім онда. Так, мына жерде ештеңке жоқ. Пока тишина. Онда, ух ты, байлап. Онда бізде бір аномалия болды. Потому что біз ключ алдық анадан. Эй, бас. Или аномалия жатпай ма? Аномалия жатпайды. Жында. Екі аномалия отсутствует дейді. Өткізіп жібердім, достар. Өлә. Қалайнан олай? Қиын ғой, достар. Так. Достар, екінші қайттан басынан келдім. Екінші аномалияға келдік. Тезірек жүгіретін бар екен. Хорошо, что это бар. Мына жерде ештеңке өзгеру жоқ, аномалия жоқ. Тез көреміз, мынада ештеңке жоқ. Ну, вроде нормально. Мен бәрін көрдім, достар. Өздеріңіз де көрдіңіздер. Мына жерде цвет бар ма еді или жоқ еді? Ойда цвет жоқ еді, походу. Или артқа бармақ қойсайшы. Бармақ қойсайшы, керек емес. Аномалия жоқ онда, достар. Ай, красава. Так, бәрін төбедегі цветтерге де мән берейік, достар. Біреуін алып тастаса даже аномалия деп айту мүмкін. Жалмауыздар бұның өткендері бар ма екен, Қиын ғой бұл деген, достар. Так, не өзгеріс бар бізде? Ештеңке жоқ. Ештеңке жоқ. Бәрі жақсы. Мына жерде аномалия вроде жоқ, достар. Біреу бар ау деймін. Біреу, жоқ, наконец, ана есікте свет жаңған еді. 4-ші этапқа келдім, достар. 4-ші этаптан өтамайтын жарым, надеюсь. Қиын сияқты, потому что қиындықтар келеді. Ана жерде мусорка жоқ, есік ашық. Значит, 3 аномалия. Ана ішінен біреу тұр, құрсын, қарама. Ана жерде біреу тұр, достар, қарасақ өлтіріп қояды бізде 2 жанымыз бар. Значит, бізде 1 аномалия жата ма, или 2 аномалия жата ма? Түсінбей қалдым, басым қатып қалды. Негізі 3 аномалия болу керек еді, достар. Мен біреу деп бекер бастым ау. 3 мекен көрекші. 2 аномалия дейді. Неге, достар, қалайнан? Так, достар, 2-ші этапқа келдім. Жүреміз, ары бері Том и Джерри. Так, не бар мына жерде? Анау кім? Братан, ананы айтып жіберші кім екен? Білмеймін, өзің барып көрден ал көрейші. Достар, мен қорықтырым, қазір мен өлтіріп қойсашы мынау. Мен өлтіріп қойсашы. Қалай қашам? Артқа қашамай, мына маған жетіп алсашы. Онда жүгірім. Ойбай, ена жынды ма? Өлә. Жоқ, достар, анау қорқытып жүрді мен. Өлә. Короче, если тағы сондай жатым болса, менде 1 жизнім қалды, қараңыздаршы, менде 1 жаным қалды. Если ол тағы жатым болса, мен өлтіріп тастайды ғой мені. Ол нечестно, достар. Мен ойының бір ашып, тағы кілт тауып алдым. Әкел кілтіңді бер маған. Так, значит, 1 аномалия бар бізде. Бер шоу. Чемоданың бар болсын сен. Достар, если ол ойының бір ошибкасын тауып алдым мен. Өйткені бізде 2 жан беріп тұр. Мынау бар ма дей? Картинкада мән беру керек ше, негізі, достар. Вообще мән бере алмай жатыр ғой. Так, значит, 1 аномалия болуы мүмкін. Так, давай. Ойбай, бетіме тиіп кетті ғой. Жайрega шеш. Или 2 ме дей? Ладно, біреу көрдік қой. Жоқ! Енді мен біреуін бастым ғой. Достарына қуайын деген ба? Так, достар, 1-ші этаптан келе жатсам, уже мына жерде 1 аномалия шығып тұр, қараңыздар. Түтеу атыр ғой, не нау? Значит, 1 аномалияға жатады, дұрыс па? Мына персонажға ештеңке болып атқан жоқ. Вроде бәрі жақсы. Ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын. Тек біреу. Қазір 2 десе, мен білмеймін. Введите количество аномалий. О, молодец, другое дело. Так, достар, мен 1 аномалия таптым. Сіздер не тауып тұрсыздар? Көз алдарыңызда 1 аномалия шығып тұр. Ойлап көріңіздерші. Опа, тамна маған қарап бара жатыр. Достар, значит,
ана жерде свет жанып тұр, көрдіңіздер ма? И екінші екі аномалия. Адам бізге қарап кетті. Негізі қарамайтын еді ғой. Мен екеуін таптым. Так, онда екі аномалия деп жазамыз. Қазір білмеймін. О, красава. Так, кеттік ал үшінші аномалия ішінге жүгіреміз. И не өзгеріс бар мына жерде. Есік қайттан ашық, достар. Мына жерде мен бір ойын бастамасына тағы ошибка жіберіп алдым ғой. Бұл жолы точно екі аномалия болды, ол кезде. Или мына до конца кеткен күтеміз, ғой, шілемес жер ол. Или ема. Жоқ, ана жаққа барып тұрады. Даже соған да мән береміз ау деймін. Так, мына жалмауыз артына қарап тұрма. Бей, тұрын құрсын. Жарайды, значит, неше аномалия болды екен, екеу ма, біреу ма, басым жетпей жатыр. Бақ, екеу дегішкен. Мына жалмауыз бір аномалия дейді. Басында екеу болды ғой, достар. Неге қиын ау. Так, достар, уже бір аномалия таптым. Қараңыздар, конфет тұр мына жерде. Мына жерде конфет вообще тұрған жоқ сияқты ғой. Алып көрейікші. Конфет бере алмайды екен. Жарайды. Конфеттің керек те емес. Мынаның түрі қанған болып кетті ма? Или ондай емес пе де? Или мен дұрыс көрмей қалдым ба, достар? Мәссаған, достар, төртінші этапта аномалия болмады. 5-ші этапқа келдім. Бүгіндікке менің рекордым 5-ші этап деген. Ана, достар, қараңыздаршы, менде бір жизнь қалды. Мен өлетін сияқтымын, потому что анау жалмауыз ана жерде әлі тұр. Ананы қараңыздаршы, мен қалай өтем ана жерге, достар? Айтыңыздаршы, комментарий жазыңыздаршы, қалай өтеміз мынау тұрған жағдайда. Жүгіріп өте алмадым басында. Артқа қашайын десем, ол жетіп алып жатыр маған. Жарайды, рисковать етіп көреміз, достар, давай, асықпаймыз. Анау келе жатыр, достар. Жоқ ма, жалмауыз бетім бұрғаныз. Достар, өте қызық ой, негіз бар ғой, ана жердің бір выходы бар. Бір выходы бар. Выход тұр, ана жерде қашан шыға алмайтын сияқтым, потому что миым қатып қалды мен. Мәссаған қырсын. Қиын ғой ма деген, достар. Жарайды, достар, осымен видеомызды аяқтайық. Көп рахмет, лайк басып, орнама жазылыңыздар. Давайте, достар, сіздерге көп рахмет. 400 оқырман болдық. Енді Құдай қаласа 500-ге жетеміз. Давайте, достар, лайктарыңыз басыңыздар. Сау болыңыздар, достар. Давайте.